Зимородок сериалының соңғы сериясы. Бұл видеода мен сіздерге танымал Зимородок сериалының финалдық бөлімінде не болатынын айтып беремін. Барлық жанкүйерлер осы әсерлі оқиғаның аяқталуын асыға күтуде. Соңғы бөлімде басты кейіпкерлеріміз Ферит пен Сейран екі бірдей әдемі баланың ата-анасы атанады. Бұл керемет жаңалық финалды ерекше әсерлі әрі жүрекке жылы сәттерге толтырады. Балалардың бірі ұл, екіншісі қыз болады. Бұл сәбилер әкелетін қуаныш пен бақытты сөзбен жеткізу мүмкін емес. Бұрын қателіктер жасап, Сейранның сенімін ақтамаған Ферит бұл жолы түбегейлі өзгеруге бел буады. Ол өмірін толығымен отбасына арнап, Сейран мен балалары үшін сенімді тірекке айналады. Олардың бір-біріне деген махаббаты бұрынғыдан да нығая түседі. Ал Сейран өз таланты мен табандылығының арқасында сән әлемінде үлкен жетістіктерге жетеді. Ол беделді әрі ықпалды бизнес-вуменге айналып, әсемдік пен стильдің символы болады. Оның шығармашылық шешімдері мен табысты жобалары сән индустриясында жоғары бағаланады. Ферит те өз кезегінде отбасылық зергерлік бизнесті кеңейтіп дамытуға кіріседі. Ісіне деген адалдығы, кәсібилігі мен кемелдікке ұмтылысы оны үлкен табысқа жеткізеді. Ол кез келген қиындықты еңсере алатын танымал кәсіпкер ретінде танылады. Ферит пен Сейранның некесі берік әрі үйлесімді болады. Олар бір-бірін қолдап, шабыттандырып, отбасында жылу мен сүйіспеншілікке толы орта қалыптастырады. Өзара түсіністік пен ортақ күш-жігер кез келген сынақтан өтуге көмектеседі. Бұрын тұрған отбасылық үй олар үшін естеліктер мен бақытты сәттердің мекені болып қала береді. Дегенмен олар өмірлерінің жаңа кезеңін бастау үшін кең әрі жарық жаңа үйге көшуді шешеді. Бұл жаңа баспана жайлылық пен сән салтанаттың отбасылық бақыттың символына айналады. Сондай-ақ финалда Суна да өз бақытын табады. Ол ұзақ жылдар бойғы сүйіктісі Абидинге тұрмысқа шығып, олардың үйлену тойы сериалдағы ең жарқын әрі қуанышты сәттердің бірі болады. Бұл көріністер махаббат пен эмоцияға толы болады. Бұдан бөлек соңғы бөлімде сериал бойы жұмбақ болып келген көптеген құпиялар ашылады. Көрермендер кейіпкерлердің өткен өмірі туралы толық біледі, барлық оқиғалар бір арнаға тоғысады. Бұл көрермендерді толқытатын, жүрекке әсер ететін сәттерге толы болады. Естеріңізде болсын, Зимородок сериалының финалдық бөлімі көркем қойылыммен, әсем кадрлармен және керемет визуалды әсерлермен есте қалады. Әрбір көрініс ұсақ түйегіне дейін мұқият ойластырылып, көрерменнің жадында қалатын бейнелер мен сериалдың ерекше атмосферасын жеткізу үшін жасалады. Сіз әсем табиғат көріністерін, тәнді киім үлгілерін және оқиғаның эмоциялық тереңдігін айқындай түсетін керемет монтажды тамашалай аласыз. Мен Зимородок сериалының финалдық бөлімі осы әсерлі хикаяның ұмытылмас аяқталуы болатынына сенімдімін. Ол көрермендерге қуаныш, толқу және ұзақ уақыт бойы жүректе сақталатын көптеген әсерлі сәттер сыйлайды. Кейіпкерлердің тағдыры қалай өрбитінін және олардың соңғы бақыты қандай болатынын білу үшін финалды жіберіп алмаңыз. Біз басты кейіпкерлер Ферит пен Сейран жолындағы барлық кедергілерді еңсеріп, ақыры бақытқа жетеді деп шын жүректен үміттенеміз. Сенімді дереккөздердің хабарлауынша, сериалдың басты актерлерінің бірі Мерт Рамазан Демир сценарий тобына ультиматум қойған. Ол егер сценарийде оның кейіпкері Сейфердің тағы бір рет ажырасуы немесе үшінші тұлғамен байланысты қарастырылса, 3 маусымға келісімшартты ұзартпайтынын мәлімдеген. Мерт Рамазан Демир мұндай сюжет бұрылыстары сериалды ерекше класспен көріп жүрген көрермендер мен жанкүйерлерге деген үлкен құрметсіздік болады деп есептейді. Соған қарамастан, Зимородок сериалының рейтингтері төмендегенімен, оның шетелге сатылымы әлі де өте жоғары деңгейде қалып отыр. Бұл жобаға 3 маусымда да жолын жалғастыруға мүмкіндік береді. Мүмкін продюсерлік компания халықаралық аудиторияның адалдығына сеніп, олардың басты кейіпкерлердің тағдырын әрі қарай да қызыға бақылайтынына үміт артып отырған болар. Осылайша, Зимородок жанкүйерлері 2 маусымның әсерлі финалын ғана емес, 3 маусым туралы жаңалықтарды да тағатсыздана күтуде. Олар сценаристер көрермен назарын сақтап қалу үшін қызықты әрі тың сюжет бұрылыстарын табады деп сенеді. Бәлкім 3 маусым оқиғаның дамуына жаңа серпін беріп, көрермендерге тың эмоциялар мен күтпеген жағдайлар сыйлар. Өйткені Зимородок жай ғана сериал емес, ол көптеген жүректерді жаулап алған, талай адамның өмірінің бір бөлшегіне айналған нағыз құбылыс болды.